Мақта қыз бен мысық ертегісі. Бір күні мақта қыз иін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысығын шақырады. Бірақ мысығы келмейді. Мақта қыз: "Келмесең келме" дейді де, мейізді өзі жеп қояды. Арада бір шама уақыт өткен соң мысығы келіп: "Мені неге шақырдым?" деп сұрайды. Мақта қыз бірақ оған еш нәрсе айтпайды. Мысық: "Ендеше мен сенің айраныңды төгем" дейді. Мақта қыз: "Онда мен сенің құйрығымды жұлып алам" дейді мысығына. Мысық мақта қыздың айтқанын тыңдамастан айранды төгіп жібереді. Мақта қыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Мысық: "Мақта қыз, құйрығымды берші" дейді. Мақта қыз болса: "Менің айранымды төле" дейді. Содан мысық сиырға барады. "Сиыр, маған айран берші" дейді. Сиыр оған: "Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші" дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағымды берші" дейді. Ағаш мысыққа: "Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ берем" дейді. Мысық су іздеп бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші" дейді. Қыздар оған: "Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз" дейді. Мысық дүкенге барады. "Маған сағыз берші" дейді. Дүкенші: "Маған алдымен жұмыртқа әкеліп бер" дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, "Маған жұмыртқа берші" дейді. Тауық: "Маған дән әкеліп берсең, мен саған жұмыртқа берем" дейді. Мысық: "Енді не істеймін" деп бара жатқанда, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. "Кез жаныңның барында айт, үйіңде не бар" дейді. Тышқан қорыққаннан: "Үйімде бір табақ тары бар" дейді. Мысық: "Маған бір уыс тары бер" дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты алып сиырға береді. Сиыр айран береді. Айранды апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Осымен ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер мультфильм ұнап жатса, лайк басып, каналымызға жазылыңыздар.